Компотты көбірек ішіңіз. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Сіздермен бірге жүз кеңес денсаулық арнасы. Жазда адамды жиі шөл қысады. Мұндайда тек су іше бергенде дұрыс емес. Шөлді қандыратын, әрі ағзаны қалдықтардан тазартуға, иммунитетті көтеруге көмектесетін компот балалар үшін ғана емес, ересектер үшін де өте пайдалы. Өрік компоты. Ол жүрегі ауыратын адамдарға өте керек. Мұндай сусын жүрек қан тамырларының жұмысын жеңілдетіп, шаншуды азайтады. Бүйрекке тас байланудан сақтайды және бауырды қалдықтардан тазалайды. Бірақ асқазаны ауыратындарға оны аз мөлшерде ішу керек. Құлпынай компоты. С витаминінің қайнар көзі болып саналатын ол шаршағанда, бас айналғанда, әлсіздікте жақсы жәрдем болады. Тамаққа тәбетті ашып, ішкі ағза мүшелерінің жұмысын реттейді. Артық салмақтан арылтатын оны кез келген адамның іше беруіне болады. Алмұрт, яғни груша компоты. Асқазан ауырып, бүйрек сыздаса, алмұрт қайнатып ішіңіз. Ол маусымдық инфекциялардан, іш өту, мұрыннан су ағу, аллергия секілді инфекциялар өршісе де көмектеседі. Жүйкені тыныштандыруға да жәрдем береді. Шие компоты. Ауызға ащы дәм келіп, өт қалтасы толған жағдайда шие компотын көбірек ішу керек. Ол бауыр мен өтті қалдықтан тазартып, жұмысын жақсартады. Атеросклероз, артрит пен бүйрек, жүрек ауруларының асқынбауына көмектеседі. Алхоры компоты. Асқазан жұмысын қалыпқа түсіріп, терідегі түрлі жараның жазылуына жәрдем болады. Қаназдық, ревматизмде де оның көмегі көп. Бір ай бойы үздіксіз су орнына осы компотты ішіп жүрген адамның терісі жұмсарып, жасара түседі. Жүзім компоты. Іш қатып, асқазаныңыз қорытпай жүрме. Онда жүзім компотын ішіңіз. Ол жүзіңізді жасартып, иммунитетіңізді көтереді, іш өтуден сақтайды. Дене қызуын түсіруге де септігі бар. Мұндай компотты дайындауға көп қаржы және уақыт кете қоймайды. Ең бастысы, оның ағзаға зияны жоқ. Су орнына ішіп жүрсеңіз, тіпті жақсы. Тоңазытқышта болса, ол 2-3 күнге дейін жарайды. Ал тоңазытқышта емес, салқындау жерде болса, тәулікке жеткізбей ішіп қойған дұрыс. Жазы бойы осындай сусын ішіп жүрген баланы қыста баспа онша мазаламайды. Ал ересектердің қан қысымы көтерілмейді. Олай болса жазда сусын орнына осы аталған пайдалы компоттарды көбірек ішіңіз. Ақпарат кәделеріңізге жарасын, дендеріңіз сау болсын, ауырмаңыздар.